Сәлеметсіңдер ме балалар? Бүгінгі сабақтың тақырыбы «Мен шыныққан баламын». Бүгінгі сабақта өлеңді түсініп оқуды, қимылды білдіретін сөздерді үйренесің. Жаңа сөздерді қайтала. Повтори новые слова. Тынығу, отдых, отдыхать. Күнге қыздырыну, позагорать. Нұр, луч солнца. Шың – это вершина горы. Бос уақыт – свободное время. Бірінші тапсырма. Тыңда, сұраққа жауап бер. Первое упражнение. Послушай, ответь на вопрос. Мен бос уақытымда теннис ойнаймын. Теннис өте пайдалы ойын. Себебі жүгіресің, секіресің, шынығасың. Маған теннис ұнайды. Теперь вопрос. Сен бос уақытыңда не істейсің? Что ты делаешь в свободное время? Здесь, как образец на этот вопрос, мы берем первое предложение. Мен бос уақытымда теннис ойнаймын. Я в свободное время играю в теннис. Вместо теннис можно другое слово подобрать, например, шахмат. Мен бос уақытымда шахмат ойнаймын. Я в свободное время играю в шахматы. Екінші тапсырма. Оқы, сұрақтарға жауап бер. Второе упражнение. Прочитай, ответь на вопросы. Жазғы демалыс. Гүлін теріп даланың. Жұтып саумал самалын. 3 ай бойы ауылда тынығатын боламын. Қыздырынып нұрына, шығып шатқал шыңына, 3 ай бойы ауылда шынығатын боламын. Бірінші сұрақ. Өлең не туралы? Первый вопрос. Стихотворение о чем? Как вы думаете? Какие слова здесь нам знакомы? Тема стихотворения «Жазғы демалыс». Да? Это летний отдых. Значит, стихотворение о летнем отдыхе. Өлең «Жазғы демалыс» туралы. Можно так ответить. Бұл өлеңде ақын ауылда қалай демалатыны туралы айтады. В этом стихотворении автор пишет, как будет отдыхать летом. Значит, можно ответить так. Өлең жазда қалай демалатыны туралы. Екінші сұрақ. Второй вопрос. Жазғы демалысты қалай өткізеді? Как проводит летний отдых? Мы видим новые слова. Қыздырынып – это загорать. И шынығатын – это закаляться. Значит, автор пишет, что летом он будет загорать и выходить на горы. Жазғы демалысты қалай өткізеді? Жазғы демалыста күнге қыздырынады, тауға шығып тынығады. Вот так мы пишем ответ. Үшінші тапсырма. Сөйлеп үйрен. Третье упражнение. Учись говорить. Ойна, играй. Секір, прыгай. Жүгір, бегай. Теперь эти слова в прошедшем времени. Повторяйте. Мен ойнадым. Мен секірдім. Мен жүгірдім. Сен ойнадың. Сен секірдің. Сен жүгірдің. Ол ойнады. Ол секірді. Ол жүгірді. Төртінші тапсырма. Сөйлемдерді толықтырып жаз. Четвертое упражнение. Дополните предложение и напишите. Мен таңертең тұрамын. Терезені ашамын. Жаттығу жасаймын. Содан кейін жуынамын. Күндіз жүгіремін.
доп ойнаймын. Қыста коньки және шаңғы тебемін. Жазда суда жүземін. Сабақ аяқталды. Назарларыңа рахмет. Сау болыңдар.